Қайырлы кеш, құрметті ағайындар. Мына Танагөз Солқынқызы деген ақын апайымыз Фейсбукқа жазба жариялаған. Сол жазбаға бола жаңағы бір авторды біреулер ойбай деп жерге салып жатыр, біреулер жақтап жатыр деген сияқты. Ол жазбаның мәтініне келетін болсақ, яғни біз қазақ халқы бір сапасыз халыққа айналдық дейді. Өтірікші, сатқын, мажан топай, жағымпаз, құлдық санасы сүйегіне сіңіп кеткен, жаңағы өз тілінде сөйлей алмайтын деген сияқты. Осыған бола авторды жерге салып жатқандар бар. Меніңше авторды жамандайтын ешқандай авторға қайшы келетін мен жазба көріп тұрған жоқпын. Қоғамдағы бар нәрсе. Жағымпаз адамдар жоқ па еді қоғамда? Кезінде Назарбаевқа жағымпазданған, билікке жағымпазданған адамдар жоқ па еді? Көзімізбен көрді. Қоғамда өз тілінде сөйлей алмайтын адамдар жоқ па еді? Бар. Өтірікші адамдар жоқ па еді? Халықты алдап, неше түрлі уәде беріп, шетелге қашып кеткен жемқорлар жоқ па еді? Әрине бар. Сондықтан бұл нәрсеге бола біз осылай сөйледі, ойбай халықты кемсітті дейтін ешқандай нәрсе көріп тұрған жоқпын. Біз шындық айтуымыз керек. Өзіміздің дертімізді мойындай білуіміз керек. Сондай қасиет бізде бар, өкінішке орай. Оны жібіміз керек. Оны Абайда айтқан, басқа да айтқан. Ол жазбаға бола, авторға бола ойбай деп күйіп түсудің қандай қажеті бар? Сондықтан мен қолдаймын автордың жазбасын. Біз сондай ұлт болып қаламыз деп жатқан жоқпыз. Бірақ сондай сапасыз адамдардың көп екені рас, жағымпаздардың көп екені рас. Еліміздің белгілі бір деңгейде дамымай біраз уақыт бойы ілесе алмай қалғаны рас, сондай адамдардың кесірінен. ЛРТ-мызды қаншама уақыт бойы сала алмай, сондай жемқорлардың кесірінен, сатқындардың кесірінен анау шетелге Қытайдың компанияларына әкеп салдырып жатқанымыз рас. Несі өтірік оны? Оның несін жамандайтын несі бар? Сондықтан мен авторды толықтай қосылам. Белгілі бір бізге дейінгі буындардың арасында шынымен де жоғалып кеткен буындар бар, жоғалып кеткен ұрпақ бар. Ешқандай ештеңе бітірмеген, мемлекетке ешқандай еңбек сіңірмеген сондай буын бар, жоғалып кеткен, өкінішке қарай. Сондай сапасыз буындар болды біздің қоғамда. Оның несін жасыратын несі бар? Жоғалған ұрпақтардың бар екені рас, сапасыз халықтың, сапасыз қазақтың болғаны рас. Сондықтан бұл сөзді шымбайына батып атса адамдардың, бұл сөзге бола ойбай деудің қажеті жоқ. Мен толықтай авторға қосылам. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мына мен желден Танагөз Толқынқызының сөздерін оқып шықтым. Өте қатты айтылған, бірақ өкінішке орай өте ақиқат нәрсе. Бұның бәрі шындық. Бұл жаңағы ұлт үшін жаны ауырған, ұлтының болашағын ойлаған, қазақ халқының ертеңі үшін уайым жеген адамның жан айқайы деп ойлаймын. Бір журналист жігіт оған сын айтып, орысып, өзінше халықтың атынан сөйлеген болып, Абайдың сөздерін келтіріп айтқан екен, бірақ онысын мен орынды деп ойлап отырған жоқ. Өйткені ол татуды араз, жақынды жат қылу үшін емес, сол мына қазақ халқының, қазақ елінің келешегіне уайымдамайтын, немқұрайлы болып кеткен, жазбақайлары көбейіп кеткен, өзінің қара басының қамынан аса алмай қалған, өзінің тіпті мына ана тіліне дұрыс игере алмай жүрген, өзінің жерінің байлығына иелік ете алмай жүрген қазақтардың ұлттық ар-намысын ояту үшін айтылған сөз деп есептеймін. Бұл жанашырлық әңгіме, бір уайым шегу. Кезінде Хакім Абайдың өзінің осы қазақтарға көптеген сын айтқан ғой. Ол үшін өзінің қазағынан таяқ жеген. Ал қазір Абайды даналығын әлем мойындап отыр. Абайды әлем таниды. Анау 95-ші жылы 150 жылдығы тойланғанда, 20-ші жылы 175-тік тойланғанда ЮНЕСКО-ның қолдауымен 20-ші жылғы сол ЮНЕСКО-ның басшысы айтқан екен, Абай деген тек қана қазақтың ақын емес, ол әлемнің ақыны деп. Бұнысы ондай дәрежеге көтерілу үшін қандай дана адам болу керек. Ертеңгі күні сол Танагөз қызымыздың да сондай дәрежеге көтерілмесіне кім кепіл? Тарих бәрін орнына келтіреді. Мынау Хакім Абайдың да тағы бір сөзі бар. Ойлы адамға қызық жоқ, бұл жалғанда
көбінің сырты бөтен іші түтін. Міне сыртымыз бөтен ішіміз түтін болып кеттік қазір біз қазақ халқы. Қара басымыздың қарымынан аса алмай кеттік. Міне Танакөздегі қызымыз ойлы адам, сол үшін уайым жеген адам. Міне сондықтан біздер осындай батыр ұлдарымызды, қыздарымызды қолдай алып жүрміз бе, қорғай алып жүрміз бе, алақанымызға салып жүре алып жүрміз бе? Қана бас көтерген қаншасы жатыр қамалып. Ойланыңыздар қазақ. Ауыз бірлігіміз болсын. Намысымызды, ұлттық намысымызды оятайық. Аман болайық. Қазір қоғам арасында осы Танакөз Толқын қызының өзінің Facebook парақшасына жазған сөзі үлкен талқылауға ұшырап жатыр. Танакөз Толқын қызы қазақтардың болашағы жоқ, қазақтар сондай бір деградацияға ұшыраған ұлтқа айналдық дейді. Осы түнімен осы бір сөзге бір қарсы сөз айтқым келді. Намысыма тиді бұл сөз. Былай да қарасам аргумент жоқ менде. Шынымен де бұл кісінің айтқан сөзінің жаны бар. Кез келген қазақ бұны мойындау керек. Ауруын жасырған адам өледі дейді қазақта айтып. Шынымен де қазақ қоғамы деградацияға ұшыраған қоғамға айналып бара жатырмыз. Танакөз апамыздың тағы да бір айтқан сөзі бар, жаңағы шүршіттің тілінде сөйлеп, ертең жойылып кетесіңдер. Қара құмырсқа сияқты қаптаған шүршіт ертең осы елге келеді де дөрекі ұстайды өзін. Осы елде мәңгілікке қалады, осы ел отаным деп біледі дейді. Расымен де Қазақстанда көптеген шетелдік компаниялар шүршіт болсын, басқасы болсын, Қазақстанға келген кезде тайраңдаған. Экологиялық талаптарды да орындамайды. Жұмысшыларында жергілікті қазақтардан аз алады. Основной жұмысшы поток өздерінің ұлтынан келеді. Біз ел болып осындай бір үлкен компанияларға осындай талаптарымызды қоя алмаймыз да. Яғни қауіп ертең қазақ ассимиляцияға ұшырайды деген сөз. Өз тілін де ұмытады, өзінің салт дәстүрін де ұмытады, дінін де ұмытады деген сөз. Бізде тек қана бір амал ғана қалды, ол не? Дұға ету, Алладан сұрау, қазақтың болашағын, еліміздің болашағын, ұрпағымыздың болашағын Алладан сұрап дұға ету. Еліміз көркейіп кетсе екен, дамыған мемлекеттер қатарына қосылса екен деп. Осы ғана қолымыздан келді, басқа бір выход көріп тұрған жоқпын шынымен де.